Мен Жокондоны суретке түсірдім. Міне менің жұмысым. Өз қолымен бейнесін сала алмағаным өкінішті. Осылайша өнерге қарай бет бұрып келемін. Шын мәнінде адамдардың портретін түсіріп көруге 1000 рет тырысып көрдім. Тіпті 1001 суретте ойдағыдай шықпады. Бірақ Мона Лиза туралы елдер қай жағынан түсірсем де сәтті шығады деп жатады. Оны да тексеріп көрдім. Бәрібір болмады. Өнер туралы әңгімемізді жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Азамат Матгул. Және бүгін біздер тек фотоаппараттың көмегімен ғана сурет салатын боламыз. Айтпақшы, сурет салу туралы айта кетейік. Егер көне заманда суретшілер адам портретін кенепке бояу жаққыштың көмегімен салған болса, қазіргі кезде бояу жаққыш кенеп тіпті фотоаппараттың да қажеті жоқ. Шұлық, баскетбол добы, кофе және шам. Бұл заттардың бір-біріне байланысы қандай деп сұрарсыздар? Ешқандай ортақтығы жоқ. Бірақ Қытай қызы Хонги қалыпсыз қолданысты ойлап тапты. Осындай таңғаларлық портреттерді бойжеткен ертілген балауыз, баскетбол добының ізі және кофе қалдығының көмегімен салады. Ал егер сізде керек емес шұлықтар пайда болса, тастауға асықпаңыз. Олар да қалыпсыз өнердің жарағы ретінде қызмет көрсете алады. Сіз бен бізге шұлықтың қажеті жоқ. Фотоаппаратпен жабдықталып алайық. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы портрет деп аталады. Түсірілім кезіндегі нысанның өзгешелігін, ерекшеліктерін айқындап, жанрға тереңнен үңіліп көрсек, суретке түсіру технологиясында түсінетін боламыз. Бірақ алдымен ғаламтордағы ең көп лайк жинаған портреттерді тамашалап алайық. Мәнерлі, таң қарларлықтай, қайран қалдырып есті тандырарлықтай, мен бұл фотоларға осылай мінездеме беретін едім. Портреттегі адамдардың бетіне қарап, мейлі ол атақты болсын, қарапайым болсын, сол модельдің беріп тұрған ұшқынына жан дүниеңмен беріліп кеткендей боласың. Қызық, бұл жерде модельдің рөлі немесе фотографтың икемі маңызды ма? Түсірілім технологиясын кәсіби фотографпен талқылап көрейік. Айтпақшы, соңғы портретті біздің фотосарапшымыз жасаған. Мысықтарды емес, достарыңызды суретке түсіріп жаттығыңыздар деп шақырады фотографтар. Міне, мына суретте біздің фотограф Айдын Ахметқалиевтің досы түскен. Егер портретке аса назар аударатын болсақ, модельдің жейдесі мен артқы фон түс жағынан ұқсас. Әдетте осы сияқты түсірілімдерде фотографтар фон мен модельдің түс гаммасын екі түрлі қылып, бір-бірінен ажыратуға тырысады. Бірақ кейбір фотографтар портрет секілді жанрда ережені бұзуға тура келеді деп есептейді. Мұнда жарықтың үш түрі бар. Сұр фон. Ең маңыздысы модельдің жұмысы, суретке түсуі және қойылым. Портреттік түсірілімде жоғары жағынан түсетін бос кеңістіктер екі жақта теңдей болу үшін қарапайым технология, нүктелер нақты болу шарт. Бірақ шын мәнінде тура осылай емес. Портрет бейнелі, әдемі болу үшін өздігінше жасауға болады. Тіпті кесуге де тыйым салынбайды. Сонымен қатар шеберлер модель камераға тік қарамау керек деп кеңес береді. Одан да қандай да бір нысанға қарауын сұрану керек. Біздің сарапшымыз осыған ұқсас фотосуретті қалай түсіру керектігін түсіндіріп өтті. Объектив здесь использовался 20. Мұнда объектив 24-105-ке пайдаланылды. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай мен объективті жақындаттым. 70 мм-ге жақындатылған. Бұл да қызық әсер береді. Кадрде ұстап тұру 160-қа барады. ISO 200, диафрагма 8. Диафрагма закрыта на 8. Кадрларды жасадық. Енді өңдеуге кірісу керек. Әсер еткіш бояуларды көп мөлшерде пайдаланбауға тырысыңыздар. Модельдің беті мен фотосуреттің жалпы фонын жарықтандырып, немесе күңгірттендірсеңіз жеткілікті. Осымен үздік туындымыз дайын болды.
Жеке куәлігіңізді ашқанда әдеттегідей сүйкімсіз суреттің орнына көркемделіп өнделген ғажап портрет бізге қарап тұр. Қалжыңыңыз емес пе деп сұрайтын шығарсыздар. Жоқ, қалжың емес. Шекарашылар осындай жағдайға да тап болады екен. Гомельдік шекарашылар Белоруссияда жасандылық белгілері байқалған куәлік ұсынған азаматшаны ұстапты. Ол әйел куәлігіндегі сурет ұнамаған соң басқа сәтті фотосуретке ауыстырғаны анықталды. Өздігінен әрекет жасаған куәлік қожайыны үшін қолайсыз жағдайлар туындады. Осылайша портрет жанры өздігінен әрекет жасауды қабылдамайды екен. Олай болса, оның ерекшеліктері қандай? Осы сұраққа тоқтала кетейік. Жөн жосықсыздықтан үздік туындыға дейін бір қадам. Портреттік түсірілім жанрында ережелер өте көп және тетікті баспас бұрын теорияны жақсылап меңгеріп алыңыздар. Жаңадан бастап келе жатқан фотографтардың жиі жіберетін қателерінің бірі тұрысты дұрыс қоймау. Модель қысылып тұрмау керек. Сондықтан да алдын ала фотосурет түрін ақылдасып, модельге отыру керек пе, әлде тұру керек пе анықтап алған жөн. Бұл шаралар сізге үлкен септігін тигізеді. Фотосуреттеріңіз ұтымды болып шығады және әрине модельге қолайлы жағдай жасауыңыз міндетті. Ой, осы қолдардай. Әп-әдемі ракурсты табасың. Жарық тұп-тура қойылған, бірақ модель қолдарын қайда тығарын білмей сасқалақтайды. Қорытындысында олардың қолдары фотосуретте денені бойлай, өлімсірей салбырап тұрады. Осы жерде шеберлер бұл тәжірибесіз модельдерде жиі болатын мәселе дейді. Сондықтан да олардың қолына бір зат алма немесе гүл беріп қою керек. Ең бастысы ол зат түсірілім тақырыбына сай болуы керек. Және тағы да сарапшылар портреттік түсірілім үшін арнайы үстел сатып алуға кеңес береді. Сонда модельдер өздерін айтарлықтай ыңғайлы сезінеді. Жағдай жасалынды, енді фотосуретті бұзып тұратын тағы бір бөлшекке назар аударайық. Ол иық. Камерада иығы үлкен болып көрінбес үшін модельді камераға кішкене қиғашынан бұрылып тұруын сұраңыз. Модельдің камера алдында қарсы тұруынан қашпаңыз. Сіз оны куәлік суретіне түсірейін деп жатқан жоқсыз ғой. Балалардың портреттік түсірілімі. Мұндай жағдайда фотографтарды шыдамдылық пен еңбек құтқарып қалады. Себебі баланы бір орында отыруын мәжбүрлеу өте қиын. Бала қайда фото түсірілім кезеңінде қызықтыру оңай емес. Сондықтан да мұндай фотосессияларға сарапшылар алдын ала дайындалуға кеңес береді. Және естеріңізде сақтаңыздар, кішкентай модель сізге сағат бойы камера алдында бір қалыпта тұра алмайды. Мұндай жағдайда барынша қысқа уақыт ішінде бітіргеніңіз жақсы. Мен объективті сүрттім, картаның жадын тексердім, фотоаппаратты қуаттап алдым. Енді тек модель тауып портрет стилін ойластырып, түсірілімді бастай беруге болады. Осы жерде қазақстандықтар арасында қандай ең танымал портреттер бар екенін туыстарым мен достарымнан сұрастыра келіп, мынандай қорытындыға келдім. Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Жоқан Уәлиханов, Абай, Әбілқайыр хан және Абылайханның портреттері қазақстандықтар арасында кеңінен танымал екен. Олардың бет жүздері өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басынан 2000-шы жылдарға дейін қазақстандық купюраларда бейнеленген болатын. Міне тарих қайда жатыр. Айтпақшы, тарихқа қатысты көрсетілген жылдарды ескере отырып, түсірілім түрі портреттің қалай пайда болғанын анықтасақ қызық болар еді. Әрқайсымыздың үйімізде мұқабасы қатты, кейде барқытпен қапталған отбасылық альбомдар бар шығар. Ата-апаларымыздың, ата-аналарымыз бен олардың достарының ақ-қара түсті фотосуреттері бүгінде заманауи түрлі түсті суреттерге ауысқан. Мұндай альбомдар портреттік фотосуреттерді біріктіреді. Бұрындары портрет түсірілімін жасау жарты сағатта алатынын кім-де-кім біле бермейтін шығар. Ол дегеніміз бір түсіргенде дайын болатын селфи емес. Себебі 19-шы ғасырда техниканың сезімталдығы әлсіз болғандығы соншалық, модельдер бір орында қозғалмастан ұзақ уақыт бойы отыруларына тура келетін. Айтпақшы, бұрынғы кезде фотопортреттер өнер ретінде саналмайтын. Кейбір күмәншілдер мұндай суреттерді тіпті ұятсыз әшкерелеушілік деп атаған. Тек 20-шы ғасырдың басында қоғам фото жұмыстарға басқаша көзқараспен қарай бастады. Қалаларда фото ателье мен шеберханалар ашылды. Бірақ көркем фотопортреттер көлеңкеде қалып қойды. Адамдар арқаталарының суреттерін өңдеуге, фотошоп жасатуға көп мән бере бастады. Егде жастағы адамдар беттеріндегі сепкілдерді кетіртіп, бір сөзбен айтқанда, адамдар фотосуретте фарфор қуыршақ болып шыға келетін болды. Және мұндай фотосуреттер соншалықты танымал болып, табысты бизнеске айналды.
ірімшік деңіздер. Қызық, бұл фраза қайдан шыққан? Шымшық туралы бәрін білдік. Мен ғаламтор постынан қарапайым ірімшік немесе чиз деген ағылшындар әдеттес келгеннің езуіне күлкі үйрелтеді екен. Міне сол теорияда ағылшын че дыбысы мен ұзақ и дыбысы адам баласына қаламаса да шынайы күлуге мүмкіндік береді екен. Міне кәсіпқойлардың айла әрекеттері осындай. Ал тарихи мағлұматтар бұл фразаның алғаш рет шамамен 70 жыл бұрын пайдаланылғанын айқындады. Қалай болғанда да күлкі формуласы деген жарақты аламыз. Алдын ала дайындалған фотоаппарат және саусағымызды үдемелі қозғалыспен қимылдата отырып, жауһар дүниелер жасауды бастаймыз. Қазір біз бағдарламамызға арнайы үшін құрған қонағымызбен кездесеміз. Сұхбат барысында портреттік фотосуреттер мен оның қыр-сыры жайында әңгіме қозғаймыз. Саламатсыз бола ма? Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Айдың портреттің сапасы фотоаппаратқа байланысты ма, әлде шебердің біліктілігіне ме? Все-таки рука мастера. Қанша дегенмен жақсы портреттік суреттен шебердің қол тигені көрініп тұрады. Жеңістің құпиясы фотоаппараттың техникалық сипатында емес, автордың қиялында. Суреттегі модельдің көңіл күйі де шеберге байланысты. От мастера зависит. Портрет түсіру үшін жарық және айналасы қандай болу қажет? Когда портрет именно... Студиялық портретте көбінесе жарықпен мұқият жұмыс істеуді талап етеді. Егер оның сәулесі тікелей бетке түссе, қолайсыздық тудырады. Қоңыр түске ақ дақ түскендей тері тегіс емес болып көрінеді. Дегенмен ғимарат ішінен гөрі студияда түсіру айтарлықтай ыңғайлы. Софтбокс әрқашанда қосымша жарық көзі бола алады. Источников света. Бұлай егер адамның бетінде кейбір кемшіліктер болса, оны қалай жасыруға болады? Когда портрет делает... Портретті студияда жасаған кезде жарықты дұрыс қою арқылы кемшіліктерді берден жасырған дұрыс. Бірақ бастауыш фотографтар мұны жасай алмауы мүмкін. Есесіне кейін әрқашанда фотосуретпен жұмыс істей алатын болады. Кез келген ұсқынсыз бөлшекті фотошоппен алып тастау қиын емес. Фотошопе убирается. Ал енді түсірілімге кірісу үшін фотоаппаратты жөнге келтіріп дайындалайық, иә? И Келвин здесь ставится на 5. Мұнда Келвинді 5000-ға қоямыз. Яғни ақ түске теңгерімі 5000 болуы шарт. Бұл жерде қабырғалар ақшыл көк түс болғандықтан олар бетке сәулесін түсіруі мүмкін. Ұсталымы 160, диафрагма 7,1, жарық беру қуаттырақ. ISO 100 болса жеткілікті. Болды. Осымен фотоаппарат дайын. У нас есть... Бізде портреттік түсірілім үшін моделіміз бар. Зара, келе ғой. Кір. Мұнда тұр. Енді кішкене алға. Фоннан сәл алшақ тұр. Енді жарты қадам артқа. Чуть полшага. Айдың шынымен де түсіру қиын нәрсе екен, оңай емес. Жалпы портреттік жанры деген, портреттік түсірілім, портреттік сурет деген жалпы өте қызық әрі пайдалы адамзатқа. Сізге ақылыңызға берген кеңестеріңізге мында бір рахмет. Құлағымды жел көтерер дейді. Мен енді ұнаймай әлі үйренем деп сенімдімін. Дұрыс. Рахмет сізге. Сау болыңыз, сәтті тілейміз. Келіп тұрыңыз.
Студияда түсірілім жасаған маған қатты ұнайды. Жарықта қажетті мөлшерде қоя аласың. Айналаны қалауыңша түрлендіресің. Модельдің көңіл күйін көрсете аласың. Шынымды айтсам, портреттік түсірілім жасаудан керемет ләззат алдым. Міндетті түрде солай түсіріп көріңіздер. Кеңес беремін. Мен әлеуметтік желілерге фотосуреттерді әзірге саламауды жөн көрдім. Алдымен портреттік түсірілім жанрының сарапшысымен ақылдасып, кем-кетігін біліп алайын. Ол кісінің пікір менің жұмысыма берілген бағасы болмақ. Сәлем достар, бүгінгі студия қонағы танымал, өте талантты, өзі музыка шығарады, сөз шығарады, үйдегі мусорды да өзі шығарады. Біздің керемет қонағымыз Али Оқапов. Сәлеметсіздер. Олай болса, біздің алғашқы сұрағымыз, өнер адамы жан-жақты болып келеді ғой. Сіз әуесқой фотосуретшісіз бе, әлде суреттерді кәсіби фотоаппаратпен түсіргенді ұнатасыз ба? Шынымды айтсам, мен ешқашан да осыда кәсіби фотосуретші немесе жақсы фотосуретші ретінде болған жоқпын. Өйткені ең біріншіден сол фотосуретші болу үшін де тәжірибе керек қой, демек. Сондықтан әуесқой болсын немесе кәсіби фотоаппарат болсын дегендей суретке түсуді ұнатамын, демек өзім суретті түсіре алмаймын өкінішке орай. Жай ғана сол қарапайым қолдаушымын. Кезекті сұрақ, фотосуретті өнердің бір ағын ретінде қабылдайсыз ба? Мәселен, кино өнері, сахна өнері сияқты. Енді әрине, міндетті түрде, өйткені мысалға фотосурет дегеніміз ол кино өнерінен бұрын шыққан нәрсе, ең біріншіден. Және де кино өнері сол жалпы фотосуреттен тұрады деп айтуға болады, өйткені видео деген сол кадрлар. Сондықтан әрине өнер ретінде қабылдаймын, өйткені қаншама суреттер өз фотосуретшілерін бүкіл әлемге әйгілі танымал еткізді. Және де жалпы біздің тарихымызда ең біріншіден сол фотосуреттер қалады, видеоға қарағанда мысалы. Сондықтан әрине өнер ретінде қабылдаймын. Дұрыс, рахмет. Мысалы, біздің бағдарламамыз бүгінгі портреттік фотосурет деп аталады. Өзіңіз портреттік фотосуреттерді жақсы көресіз бе? Мысалы, үйімізде, өзімде үйде, мысалы, қабырғада білесіз, ілініп тұрған суреттер көп. Сізде ше? Ілініп тұрған суреттер бар, әрине портреттік суреттер де бар, бірақ мен өзім соны әдейі жасап, сол ілгізген жоқпын дегенде, өйткені олардың жартысы жанкүйерлерімнің сыйлықтары. Али, сізге көп рахмет. Өнеріңіз өрге жүзсін. Осындай бүгін керемет, тамаша, өте пайдалы сұхбат болды. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сізге тек қана амандық тілейміз. Сау болыңыз. Егер сіздер бүгінгі шығарылымның кейбір жерлерін өткізіп алсаңыздар, ұнаймаңыздар. Біздің бағдарламаны білім және мәдениет телеарнасының сайтынан қайталап көруге болады. Және бағдарлама соңында сіздер жіберген фотожұмыстарды тамашалап кетпекпіз. Айтпақшы, біздің бағдарламаның электронды мекен жайына суреттеріңізді көбірек жіберіңіздер. Аты жөніңізді және ұсталған сәттер деп жазуды ұмытпаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жұмыстарыңызды эфирден көрсетеміз. Осымен бітті. Біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Күліп жүріңіздер. Кім біледі, мүмкін әлдекімдер фотокамерасының нысанын сізге қарай бағыттап тұрған шығар. Сау болыңыздар.